Ассаламалейкум. Уалейкум ассалам. Міне біздер бүгін қазақ билер алқасы бүгін өтіп жатыр. Сонда кездесіп қалдық. Уақыт тауып, енді бір жолдауым бар деп айтып отырсыз. Енді соны айтып кетсеңіз. Ассаламалейкум қадірменді. Мен үшін құрметті де қадірлі жандар. Осы менің тиімділік идеямның азы көпті хабары бар жандар. Бүгін Қазақстан билер алқасының құрылтайына келіп, соның несінде отыр едік. Мына көптен жүрген ойым, әсіресе Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың атына бірнеше үндеулер жасағам. Және кейінгі кезде кеше осы жақында ғана жаңадан сайланған депутаттардың форумында Ринат Заитов өте жақсы сөйледі. Көпшіліктің көкейінде жүрген ойларын көтерді. Сонда көптің сөзін қалай жеткізем деген сондай ненің несіменен өзінің ойын айтып, сол жерде ең бір маған ой салғаны, мынау егер ғайыптан президентпен кездесіп қалсам, не айтар едім деген ойға келді. Міне соның несіменен сол жаңағы Ринат Заитовтың несін тыңдағаннан кейін ол негізінен мынау ұлттық дәстүрменен мынау өнердің соның қалай несі жөнінде көтерді мәселе. Ал енді ол соның ұсынысы негізі орталық, өнер орталығы, өнер ордасы сондай несі құрылса деген ұсыныс айтқан. Және Қазақстан әдебиеті, жаңа Қазақстан әдебиеті пәні оқушыларға жүргізілсін деген ұсыныс айтты. Міне осы ұсыныстарын тыңдағаннан кейін келген кішкене ой еді. Егер сол бір-екі немен ғана біз мынау кенжелеп қалған дәстүрімізді, кенжелеп қалған өнерімізді көтере аламыз ба? Түйіні шешілмеген қазіргі мәселелердің бәрін сол осы екі ұсыныс шеше ала ма? Жоқ, шеше алмайды. Бұның үшін осындағы мынау жергілікті билікпенен көпшілік халық осы нені іске асып, мұны белсенділік танытып, сондай не қыла алса, сонда іске асады. Ал енді көпшілік халықты, жергілікті билікті осындай неге жауапкершілікпенен көтере алатын менің көтеріп жүрген тиімділік идеям. Бірақ енді осы тиімділік идеясын көпшілік жақсы түсіне алмай жүр. Осы тиімділік идеясын іс жүзіне асыратын еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың назарына жеткізе алмай жатырмыз. Жеткізе алмай жүрміз. Мынау қазақта айтады ғой, жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дегендей. Мен енді қаншама осындай жалғыз өзім осы ненікін дәріптеп айтқанымменен маған қолдап қуаттайтын осы тиімділік идеясына аз да болса назар аударып, көңіл болып, бұл қандай идея екен, анық енді соған бірден түсінбесе де түсіне алады-ау деген блогерлер бар, жаңағыдай аудиториясы көп, содан кейін түсіне алады-ау деген елдің арасында өзіндік айтатын ойы бар, көзі ашық, көкірегі ояу азаматтар көп. Міне солар да осыған атсалысса, көңіл бөлсе, осы идеяның несіне. Сөйтіп, мені сол жаңылдегі көп аудиториясы көп жаңа блогерлерменен байланыстырып, солардың алдында осы тиімділік идеясын кереметін жақсылап, барынша қарапайым тілменен айтып берсем. Мынау жаңылдегі қазақтың несінде айтады ғой, мынау тиімділік идеясының авторы ретінде осы тиімділік идеясын көпшілікке жеткізу маған аманат. Ал енді осы тиімділік идеясын іс жүзінде іске асыратын Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа аманат болып саналады. Енді егер мен осы тиімділік идеясын қарапайым тілде, қазақы тілде, қарапайым қазақы неменен түсіндіріп бере алмасам, маған серт. Егер осыны көпшілік халық, көпшілік жаңылдегі түсіне алады, көкірегі ояу, жаңа патриот рухы жоғары азаматтар
қолдап қуаттамаса, оларға серт. Енді айтатын әңгіме осы тиімділік идеясын мүмкіндігі болса тезірек сол елдің бірінші басшысына жеткізу. Егер осы тиімділік идеясы іс жүзіне асып, тезірек мынау неге асып жатса, бұл жерде не өзгереді? Біріншіден, елдің экономикасы қарыштап дамиды. 5-10%-ке емес, еселеп артады. Мен осыны түсіндіре алмаймын. Осыған сенбейді көпшілік. Қалай ол болуы мүмкін дейді. Оның болуының себебі, ең негізгі себебі, мынау билік жоғарылаған сайын, билік деңгейі төменнен жоғарылаған сайын, мүмкіндіктер еселеп артады. Міне сол мүмкіндіктердің еселеп артқанның нәтижесінде біз қаншама мүмкіндіктерді жіберіп алып отырмыз. Қаншама мүмкіндіктер кетіп отыр, босқа кетіп отыр. Міне егер осы босқа кетіп отқан мүмкіндіктерді азайтсақ, әрбір адамның еңбегі барынша тиімді атқарылса, барынша мүмкіндіктер жіберілмесе, экономика еселеп артады. Қарапайым ғана, өте қарапайым. Ал енді соны несіне алып келетін тиімді еңбекті туғызу. Ал енді тиімді еңбек қалай туындайды? Өте қарапайым. Міне тиімді еңбек туындау үшін, мына егер жеке адамның өзіне еңбегі өз үшін, өзінің несіне қажетіне жарайтын болса, ол басқа әңгіме. Қоғамға, мынау көпшілікке, елге болатын тиімді болу үшін кемінде 3 тұлғаның арасында қатынас болу керек екен. Мынау айтып жатамыз система дейді, система, жүйе. Система, жүйе қалыптасу үшін, жүйе деген нәрсе қалыптасу үшін 3 элементтің арасындағы тығыз байланыс. Міне сонда жүйе пайда болады. Значит, жүйе дегенім, менің айтайын дегенім, еңбекті тиімді еткізетін жүйе. Яғни, тиімді еңбекті туғызу үшін 3 тұлғаның арасындағы тиімді еңбек қатынас. Ал енді осы 3 тұлғаның несі? Субъект, 3 тұлғаның арасы. Бірінші, өз еңбегін тікелей атқарушы, орындаушы. Сол еңбекті орындататын, оның қасындағы кішігірім басшысы екінші тұлға. Сол еңбекке тікелей еңбек процесіне араласатын кісі. Мұны екінші тұлға. Ал енді осының негізінде, ол екеуінің арасында тиімді еңбек несінде бірден қалыптаса алмайды. Ол үшін мүдделендіруші фактор мен мәжбүрлеуші фактор, яғни үшінші тұлға керек. Тиімділіктің 3 бұрышы, мынау орындатушының басшысы, одан сәл жоғары тұрған. Міне осы үшеуінің арасындағы тиімді еңбек қатынасы тиімділік туғызады. Тиімділік. Әсіресе, мынау осы тиімділіктің 3 бұрышы кімге керек? Қарапайым сізбен бізден гөрі шенеуніктерге, жоғарыдағы билік басындағыларға керек. Сонда жоғарыдағы билік басындағы шенеуніктер өз ісінің нағыз маманы болса, көпшілік халықты жұдырықтай жұмылдыра алады. Тиімді еңбегін атқартқызып, тиімді еңбек туындап, елдің экономикасын дамытуға өзіндік пайдасын тигізеді. Жақсы аға. Негізі мен жасым 55-те. Мен ойлаймын, мен ең қымбат менде қалған ол уақыт. Дұрыс. Сол уақытты мен от души өмір сүргім келеді, ақиқатпен, шындықпен, даналықпен өмір сүргім келеді. Енді сізде уақытыңыз кетіп бара жатыр, сіз сезесіз, уақыт өтіп бара жатыр деп. Содан кейін қайта мен сізге тілейтінім, сол уақыт сізге жақсылық әкелсін. Осы тиімділік идеяңызды іске асыруға Алла көмек берсін. Мен жаңа сөзінің несінен қазір кішкене не қылайын. Міне мынау ең қымбат нәрсе уақыт дедік. Уақыт. Ал енді осы уақыттың қадірін мынау
қолыңдағы бар нәрсені барынша тиімді пайдалана алсаң, міне сол кезде несін түсіне аласың. Қолыңдағы барды барынша пайдалану. Бізде былай ойлаймыз. Міне қарапайым, қараңдар. Ойбай, мына билік жарамайды. Ойбай, мына билік үйтіп қойды. Ой, мына үйтіп қойды, бүйтіп қойды дейді. Бірақ сол биліктің орнына басқа билік келсе, ол да сондай болады. Одан да сол биліктің жаңағы осы мынау тиімді барында, сол биліктің өзін барынша тиімді пайдаланып, билікті тиімді пайдаланып. Яғни сіз жүйені өзгертіп ұсынып отырсыз ғой. Жүйе, мынау осы жүйе барынша жаңағыдегі жетіле түсті. Бірақ сіздікі деген оппозиционный емес қой. Жоқ, оппозиция емес. Прогрессивный. Қолдағы барды, қолымыздағы қазіргі ұстап тұрған билікті барынша тиімді пайдаланайық. Жақсы. Менің ұсынысымның ең негізгісі осы соларға жәрдем берейік. Соған осы мынау қазіргі мынау жаңағыдегі Қазақстан билер алқасының қазір құрылтайы ғой. Соның несі де ең негізгісі билікпенен халықтың арасында дәнекер болу. Бірақ ауыз сөзбен айтатын болсақ, бүгінгі осы ненің несіңкі халықпенен биліктің арасын дәнекер болып, қолымыздағы бар мүмкіндіктерді барынша тиімді пайдаланайық. Соған алып келетін, соны пайдалануға мүдделі де мәжбүр болатын жағдайға қойғызуды. Мұны өзі қарап отырсаң, қай нәрсенің несінде де мүдделі болғанның несіне қасынан, оның қасына кішкене мәжбүрлеуші де фактор керек екен. Міне менің тиімділік идеямның ең кереметі мүдделі де мәжбүр болатын фактор, сондай екеуі қатар іске асады. Міне сондықтан барлық келелі, барлық жаңағыдегі жақсы идеялар, жақсы ұсыныстарға тиімділік идеясы іс жүзіне асқан кезде ұсыныс туады, сұраныс туады. Сұраныс. Жақсы, рахмет. Өзіңе тек табыс тілеймін, Құда қаласа, аудиторияң көп болып, көрермендеріңнің көңілінен шыға беруді Алла нәсіп етсін. Сіздің де үніңізді естісін. Жақсы. Тезірек сол президент менің үнімді естіп, Құда қаласа бір көңіл аударып, халықтың жағдайын жасап, мемлекеттің негізгі мақсат міндетін орындаса. Мақсат міндеті мемлекеттің соны атқарса. Рахмет.